келесі айтуым шекара дегеніміз не үшін керек психологиялық шекараны өздерінің шекараларыңызды қалай байқайсыздар және қорғау немесе жаңағы как можно защищать свои границы соның әдістемесін үйретеді. Қолдарыңызға қалам-қаламсап алып келесі слайд көрсетесіз бе? Мынандай 7 шеңбер жасаңыз. 7 шеңбер, бірінің ішінде бір ғана сөз жазасыздар арасына. Ол сөз өміріңіздегі ең маңызды нәрсе болу керек. Яғни бірінші шеңберде ең маңызды нәрсе, сосын одан сәл аздау, очень по приоритетам, иә? Бір сөз ғана. Егер қолыңызда қаламсап болмаса, хотя бы телефонға 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп жазсаңыз. Дайын болсаңыздар, қолдарыңызды көтеріңіздер. Әрі көтерейін. 7 шеңбер, бірінші шеңберінде ең маңызды нәрсе өміріңіздегі ол любой нәрсе, зат, ситуация, адам, неважно. Екіншісінде одан кемдеп, сөйтіп 7 приоритетке соңына дейін жазып шығыңыздар. Бірақ сөз. Бір сөйлем емес. Психотерапия қазір өміріңіздегі жалпы ситуацияны көруге болады. Мына жерде бір сөз, мына жерде бір сөз, мына жерде бір сөз. Ең маңызды. Любой сөз, не важно. Дайын болсаңыздар, қолдарыңызды көтеріңіздер. Жалпы жаңағы Динараның да Дәулеттің де айтып кеткені жеке шекараға өте байланысты. Неге десеңіз, егер жеке шекараларыңызды қорғай алмасаңыз, білмесеңіз, самооценка төмен, мен кім екенімді білмеймін, және қалауымды білмеймін деген сөз, иә? Қазіргі кезде естіп жатқан шығарсыздар, истинные потребности, желания. Желание деген ол жаңағы машина, я қажеттілік ол мысалға, машина алам, үй алам, шуб алам, бір жаққа қыдырам, бірақ содан кейінгі қажеттілігіңіз не? Ол базовый потребность. Кәдімгі өмір сүру үшін. Әрі қарай менің қалауым не екен? Шын мәнінде біз білмейміз. Неге? Себебі бізге оны уже кішкентай кезімізде құйып тастағанда, сен ана жаққа оқуға түсесің, сен мынаған үйренесің, сен осынша бала туасың деген сияқты. Ал дайын болсаңыздар, келесі слайд. Тексеріп көрейік. Ортасында кім мен деп жазды? Мен және Алла или мен? Вот теперь ойлаңыздар. Мен сізге өміріңіздегі ең маңызды нәрсе, зат, адам, ситуация, неважно. Сонда сіздің өміріңіздегі мен деген қайда? Вот. Значит, қазір вот это себе. Яғни, мен деген өмірде сондай маңызды емес па? Біз өзіміз туралы айтсақ, эгоист, меркантильный деп шығамыз, иә, шын мәнінде Алла сіздерді осы өмірге әкелді, аманат қылды, иә? Сонда мен маңызды болмасам, кім маңызды бұл өмірде? Мен және Құдай, мысалға енді мен Құдайға сенбеймін, бәріміз мұсылманбыз. Не Алланы алдына қоямыз, не мен. Ал енді осы жерде ойланатын затыңыз бар. Кім бірінші орынға не жазды, сол өміріңізді жетелейді деген сөз. Бұл жерде мен тек қана мен емес, Дәулет айтпақшы, ақша емес. Жүрегіңізге сенетін, өзіңіз туралы ойлау, өзіңіздің шекараңыз туралы ойлау, өзіңіздің қаламыңыз туралы ойлау. Значит, бұл жерде мәселе бар деген сөз. Екінші орында жұбайым. Кім отбасылық, құрған отбасылық? Қолдарыңызды көтеріңіздерші. Отбасы деген жалпы сөз. Отбасына ішіне күйеуі, бала-шағам, ене, мысығым, итім бәрі кіреді. Ал сонда отбасым деп мен жолдасымды көрмеймін. Ол просто объект ретінде, субъект емес, индивид, кәдімгідей адам ретінде емес, отбасының бір бөлігі айтып бай жетеді. Ондай болмайды. Екіншіде жұбайым, неге десеңіздер, бұл қасыңызда жүрген жарыңыз. Егер күйеуге шықпайтын қыздар болсаңыздар, значит, ойлану керек, да? Екіншіде жарыңыз. Мен сосын айтам, бұны қалай корректировать
Үшінші, балалар. Бала шағалы қыздар бар ма? Кімнің баласы? Бала деп жаздыңыздар. Понимаете, вы с ребенком носитесь как... То есть вы, по сути, инфантильного ребенка выращиваете. Потому что, ойбай, бала деп кетеміз да. Балаға маңызды ма, сіз маңыздысыз ба? Шын айтайықшы? Конечно, мен болмасам, менің денсаулығым болмаса, менің көңіл күйім болмаса, менің өмірім болмаса, мен бір бейшара байғұс, несчастный болсам, бала қандай болады? Поэтому это первично должно быть. Пусть будет это здоровый эгоизм. Біздің қазақтар ойламаймыз оны бар ғой. Сол ел, жұрт, соның артынан жүреміз, өзіміз последний списокқа қаламыз. Үшіншіде, егер сіз бала жазбасаңыз, яғни жұмыс болса, күйеуіңіз болса, ата-анаңыз болса, сіз сол объектке, сол нәрсеге бала ретінде қарайсыз деген сөз. Бұл да ойланатын нәрсе. Төртіншіде, ата-анам. Ата-анамыз бізге жақын адам. Бірақ біздің өмірімізде біз олардан сепарация жасап кеткен соң, мысалы күйеудегі қыздар. Әке-шешеңізге күнде барасыз ба? Жақсы көрем, білем, қалың білем, көмектесем, бірақ олармен күнде ауыз жаласып қасында отырмаймын.